Сәлем достар, сіздермен қазір WebMoneyді ашуды көрсетемін, иә. Бұл жаңағы адбірде, кмада немесе басқа да спейсеттерде жұмыс жасаған кезде керек болады. Осы WebMoney арқылы сіз төлемді аласыздар, сосын WebMoneyдан теңгеге, яғни сізге рубльге аударады. Рубльмен сіз соны теңгеге айналдырып аласыз WebMoney арқылы. Ал ендеше міне Яндекске немесе Гуглге WebMoney деп жазасыздар, міне WebMoney деп, содан мынадай сайт шығады. Міне WebMoney дейді, мінекей webmoney.ru. Мұнда кіргеннен кейін мінекей мына жерде бірден регистрация деген бар, соған басасыздар. Енді қараңыздар, мына жерден бірден телефон нөмір сұрайды. Телефон нөмірлеріңізді енгізіңіздер. Мына жерден Қазақстан тауып алыңыздар, мінекей Қазақстан, міне Қазақстан. Сосын мына жерге 7-ден бастап енгізіп жазасыздар. Сосын мынау көрсетілген санды мұнда енгізесіздер, міне. Дәле. Сол жазған телефон нөміріңізге код барады. Келген кодты мұнда жазасыздар. Көрдіңіз бе? Дәле. Пароль ойлап табасыздар. Достар, осы жерде ең маңызды сіздің логиніңіз. Менің логиным мынау болады. Логин сұрайды бірінші регистрация істеп болғаннан кейін. Сіз WebMoneyге кіретін кезде, міне мысалы былай түсіндірейінші, көп кісі осы жерден қате жібереді. Қателеспеңіздер, сақ болыңыздар, міне WebMoney. Өйткені бір рет қайтып ұмытып қалдыңызда пароль, оны восстановить ету өте қиын болады. Мінекей кіргеннен кейін, міне сіз регистрация жасағаннан кейін ход деген басасыздар. Мінекей осы жерден қазір мұнда бірден ашылып кетті. Выход деп басайын. Міне войти, мысалы войти. Енді қараңыздар, мына жерде логин дейді. Логинге телефон нөміріңіз жазасыздар. Мұнда мен тіркелдім ғой жаңа, осы менің логинім. Түсінікті ма? Логинді жазасыздар. Пароль дегенге, міне пароль дегенге мына жерде ойлап табасыздар. Парольді ұмытып қалмаңыздар. Бір жерге түртіп жазып қойыңыздар. Айтпады демедіңіздер. Бұны ұмытып қалсаңыздар, восстановить ету өте қиын. Дәл қазір қолыңызға ручка қағаз алыңызда, қандай пароль қоясыз, жазып алыңыз. Мінекей, енді мына жерден келісім бересіз, мұнда да қоясыз, дәле дегенді басасыз. Мінекей, көрдіңіз ба, сіз тіркелдіңіз. WebMoneyге тіркелдіңіз. Енді не істейсіз? Енді сіз мына жерден қазір. Мына жерден сіз енді сізде WebMoney немесе теңге, доллар есеп шөт жоқ мына жерде. Соны сіз создать етуіңіз керек сол кошелекті. Түсінікті ма? Ол үшін мына жерде да дегенді басасыз. Сізге мысалы умер керек бірінші, мынау российский. Көрдіңіз бе, сіз жаңағы көрсеттім ғой, умер деп тұр ғой, сол жерге сіздің осындай умерден шөтіңіз керек. Сол үшін умерді басасыз да, мына жерге я принимаю деген тұр, міне соны қоясыз да, мінекей астына барасыз, продолжить дегенді басасыз. Мінекей, енді қараңыз, мына жерде келісім бойынша, заң бойынша мына сайтқа кіріп, осы жерден информацияны толтыру керек. Көрдіңіз бе? Енді сіз қараңыз, мұқият қараңыз. Мінекей, мынаны көшіріп аласыз, мына сілтемені міне көшіріп аласыз да, мына жерге қоясыз. Жаңадан сілтеме ашасыз да, осы жерге мінекей көшіріп алғанды қойып Enter'ді басасыз. Мінекей кірді. Яғни бұл сізге WebMoney аттестат алу керек. Бұл аттестат алудағы мақсат, тағы да айтам, сіз мына жерден қазір сіз мына жерден мынау шөт ашу үшін, рубльдік шөт ашу үшін сіз аттестат керек. Түсінікті ма? Сол үшін міне енді қараңыз, осы жерден сіз не істейсіз? Бұл жерден қазір ваш аттестат дейді. Войдите деп тұр, міне осыған басасыз. Міне енді жаңағы өзіңіздің логин пароліңізді жазасыздар осы жерге. Түсінікті ма?
Пароль деген жерге де жаңағы ойлап тапқан пароліңізді қоясыз. Мына жерге мінекей мына оң жақта сан тұр, соны белгілеп жазасыз. 750. Войти. Не запросить код деген басасыздар. Мына жерге сізге қайтадан код келеді телефоныңызға. Сол кодты осында жазасыздар. Войти міне. Мінекей қосылды. Көрдіңіз ба? Формальный аттестатты алу үшін мына жерде мен бәрін айтып тұрмын. Мұқият менің жасаған бірге бір жасаңыз мінекей. Продолжить дегенді басасыздар міне. Енді қараңыз, мына жерге мұқият қараңыз. Толтырып шығасыздар. Фамилия. Бұл жерде мен қазір бұрын менгі ашылып қойған, сондықтан мен өзімнің басқа бір кісінің удостоверениесін қоятын боламын мына жерге. Түсінікті ма? Сіз өзіңіз мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді барлығын жазасыздар. Сосын мына жерде қараңыздар. Город, страна деп тұр ғой, установить деген басасыздар міне. Установить дегенге барып, мына жерден мысалы найти деп тұр ғой, Қазақстан деген басасыздар міне. Қазақстан деп тересіздер міне, Қазақстан. Не найти. Не Қазақстан шықты. Оны белгілейсіз. Сосын мына жерден регион таңдайсыздар, мысалы Астана қаласы. Астана болды. Окей деген басасыздар міне. Астана міне белгілейсіздер мұнда міне. Болды. Окей деген басасыздар. Көрдіңіз бе міне установить етілді міне. Енді қараңыз, почтовый индекс. Сол қалаңыздың почтовый индексі. Мысалы Астананың почтовый индекс қандай еді? Қазір көрейік. Астана индекс. Индекс мінекей. Қазір көрейік. Мінекей Астана барлық қаланікі тұр. Жоқ, барлық қаланікі емес екен. Астананікі ғана міне тұр. Көшіріп аламыз осында. Соны мұнда әкеліп қоямыз. Сіз де осылай қоясыз өз қалаңыздың. Сосын қазіргі адресіңізді жазасыз, толық адресті. Түсінікті ма? Мінекей Қазақстан деген тұрады. Сосын серия, номер, паспорттың нөмерін жазасыздар. Сосын датасы, я, паспортты алған күніңіз, сізге берген күні. Кім берді оны, я? МВД. МВД деп жазсаңыздар болады.
сіздерде барлығында МВД болады, Қазақстанда МВД деп жазасыз, болды. Енді бәрін қойғаннан кейін мінекей бәрін қойып шықтыңыз. Қатесіз ба, бір тексеріп алыңыздар. Сосын продолжить дегенді басасыздар міне. Енді қараңыз, мына жерге сіз картаңыздың аяқталатын күні, ол паспортта тұр, иә? Соны қараңыздар. Болды, міне, продолжить дегенді басасыздар. Енді қараңыздар, подтвердить ету үшін сіз мына жерге өзіңіздің паспортыңыздың суретін түсіріп жіберу керек міне. Загрузить скан паспорта деп тұр, көрдіңіз ба? Сон көрдіңіз ба, сіз формальный аттестатты алу үшін данный толтырған жеткіліксіз дейді. Сізге жүктеу керек дейді. Скан паспорт. Мінекей мынаны басасыздар. Мына жерге бірінші өзіңіздің компьютерден өзіңіздің жаңағы паспортыңыздың суретке түсіріп алыңыз. Сосын соны компьютерге өткізіп, осында әкеп жүктеңіз. Мінекей достар, енді сіз телефоныңызға өткізіп болдыңыз, иә? Мінекей телефоннан енді компьютеріңізге өткізіп болған болсаңыз, файлды көрсетесіз мына жерден. Мінекей мына жерге жүктелді. Енді ары қарай достар, жүктеген кезде сіздің фамилияңыз, атыңыз, сосын қол қойылған беті болады ғой, суретіңіз тұрған. Сол беті қана керек, арты керек емес. Түсінікті ма? Соны белгілегеннен кейін мінекей ары қарай жалғастыру дегенді басасыздар мінекей. Міне былай тұрады мінекей. Екінші тип документ. Мына жерден фото плюс подпись, көрдіңіз ба? Соны белгілейсіздер міне. Ары қарай завершить загрузку дегенді басасыздар. Болды. Мінекей көрдіңіз ба? Мінекей мынадай сіздерге шығады орындап болғаннан кейін. 1-2 күннің ішінде сіз осы жеке кабинетіңізде уведомление келеді. Түсінікті ма? Қарап тұрыңыз. 1-2 күнде сізге аттестатта беріледі. Аттестатта алғаннан кейін сіз жаңағы рублевый счетты создать ете аласыздар. Оны 1-2 күннен кейін қарайсыздар. 1-2 күннен кейін былай істейсіздер. Жаңағы басты бетке барасыздар. Міне басты бетке ход деп қайтып кіресіздер қазір. Мінекей көрдіңіз ба? Басты бетке келдіңіз, міне басты бетке келгеннен кейін сіз мына жерден добавить деген басасыз. Создать кошелек деген барып, WMR деп тұр ғой, осыған барасыздар. Сосын я принимаю дейсіз да, міне, я принимаю дейсіз да, астында продолжить деген басасыз міне. Көрдіңіз ба? Былай айтады. Яғни сіз жаңағыдай персональный аттестат жоқ, жаңағы сіз аттестат алған жоқсыз, ол үшін толтыр дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені сіз әлде дайын болған жоқ. 1-2 күн күтесіздер. Мен айтып тұрғаным 1-2 күннен кейін, 1 күннен кейін күтіңіз. Максимум 1 күн күтіңіз де, ертесі күні осылай жасаңыз. Сол кезде мынадай шықпайды. Бірден сізге рублевый счетты ашып береді. Түсіндіңіздер ма? Сол рублевый счетты көшіріп аласыздар да, ол рублевый счет қандай болады, қазір мен сіздерге көрсетемін. Сол түсіндіңіздер ма? Тағы айтамын. 1 күн күтесіздер де, сосын осы өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп, добавить рублевый счет деп көріңіз. Егер мынадай терезе шықса, сізге әлі аттестат берілмеген. Қазір айтамын. Кошелек создан дейді. Міне маған рұқсат берді, достар. 10 минут күтіңізді осылай создать етіп көріңіз. Көрдіңіз ба, жаңа 10 минутта болған жоқ мен ашқаныма аттестатты жібергеніме. Олар 1-2 күн деп айта береді.
максимум 1-2 күн деп айта береді, бірақ 5-10 минутта сізге аттестат беру керек. Маған аттестат берді, болды. Міне рублевый счетқа кіремін. Мінекей рублевый счетқа кірдім. Мына басасыздар мынаған. Не? Мына оң жақта тұрмын, көшіру деген. Осы сіздің рублевый счетіңіз. Осыны аласыз да сіз жаңағы A1-ге, M1-ге қоясыз мен айтқан жерге. Түсінікті ма? Түсіндіңіздер ма? Болды, сіз ақша түскеннен кейін оны қалай алу жолдарын мен сіздерге айтатын боламын. Кімде осылай ақша алады, маған жазсаңыздар, осы рублевый счеттан қалай аудару керектігін видеосын жіберемін. Сіздің мақсатыңыз әзірге осыны ашып, ар жақтағы КМА немесе A1-ге, M1-ге жалғау керек. Түсінікті ма? Ал егер осы WebMoneyден ақша түскеннен кейін келесіде қалай теңгеге аудару керек, оны айтамын. Мына жерде мен перевести деген бар. Оны келесі сабақтарда айтамын оны. Ең бірінші сіз мақсатыңыз осыны ашып, ақша алыңыз бірінші, мына ақшаңыз толсын мына жерде, кемінде 1000-2000 рубль. Сол кезде сізге мен екінші видеоны берем. Түсінікті ма? Әзірге сіздерге осы. Көрдіңіз ғой, жаңа рублевый счетті 5 минуттақ маған аттестат келді, ашыла салды мына жерде. Сізде жаңағыдай документті жібергеннен кейін 1-2 күн күтіңіз деп тұрды ғой окошқа. Енді сол окошқа солай шыққаннан кейін бір 10 минуттан кейін осылай создать кошелек деп көріңіз. Түсінікті ма? Мінекей ешқандай қиындық жоқ. Осылай жасап көріңіздер.